Ал енді барша бізбен бірге оянған көрермендерге бүгінгі ауа райымен таныстырып өтейік. Еліміздің солтүстік аймақтарынан бастаймыз. Петропавлда күн бұлттанып, ауа температурасы 25 градус нөлден жоғары болады. Қостанайда бүгін күн ала бұлтты, өткінші жаңбыр жауады, 27 градус нөлден жоғары. Көкшетауда көшпелі бұлт шығып, өткінші жаңбыр жауады. Сынап бағанасы плюс 25 градусты көрсетеді. Ары қарай ойсайық, Павлодарда бүгін жаңбырлы, күн бұлтты, дегенмен 29 градус ыстық болады. Қарағандыда күн құбылмалы, ауа температурасы 29 градус нөлден жоғары болады. Ал Жезқазғанда бүгін күн ала бұлтты, өткінші жаңбыр жауады, сынап бағанасы плюс 32 градус. Еліміздің шығыс аймақтарына қарай ойсамыз, Өскеменде термометр бағамы 30 градус нөлден жоғары болады, күн ашық. Семейде де бүгін күн ашық, плюс 30 градус ыстық. Ары қарай ойсамыз, Оралда күн ала бұлтты, сынап бағанасы 27 градус нөлден жоғары болады. Атырауда бүгін термометр көрсеткіші плюс 32 градус ыстықтықты көрсетеді, күн ашық болады. Ақтөбеде жауын шашынсыз, күн ашық, 28 градус нөлден жоғары. Ақтауда күн ала бұлтты, күндіз және түнде жаңбыр жауады, сынап бағанасы плюс 33 градусты көрсетеді. Енді еліміздің оңтүстік аймақтарына қарай ойсайық. Таразда бүгін күн ашық болады, ауа температурасы 34 градус ыстықтықты көрсетеді. Шымкентте күн ала бұлтты, жауын шашын болмайды, термометр бағамы плюс 34 градусты көрсетеді. Қызылордада бүгін көшпелі бұлт, күндіз 37 градусқа дейін ыстық болады. Талдықорғанда синоптиктердің болжамынша күн ала бұлтты, ауа температурасы 33 градус нөлден жоғары. Ал оңтүстік Астанамыз Алматыда күн құбылмалы, бүгін жауын шашын болмайды, термометр көрсеткіші плюс 31 градус. Елордасы Астанаға келер болсақ, бүгін көшпелі бұлт, жауын шашынды, 28 градус нөлден жоғары болады. Жаздың жайма шуақ күні жалғаса берсін.